оқушылар, бүгін біз 10-шы сынып жаратылыстану бағытындағы есептерді шығарамыз. Шығарыңдар 66-шы беттегі есептер толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийге қалдырсаңыздар болады. Лайк басып және де каналға тіркеліп отырыңыздар. Ал бастаймыз. Есепті шығарамыз. Горизонталь бетте жатқан массасы 0,5 кг дене. Мына денені 0,5 кг, үйкеліс коэффициенті 0,25-ге тең, және F горизонталь күш әсер етеді. F күшінің шамасы А жағдайында 0,5 ньютон болса, Б жағдайында 5 ньютон болған кезде біз үйкеліс күшін табуымыз керек. Енді бірінші қандай күштер әсер етіп жатыр жазып қояйық. Мына бізде X дейік. Так, мына жер бізде X болсын, бізде F күші әсер етіп жатыр. F тарту күші мына жақта, ауырлық күші бар mg, және де үйкеліс күші ол бізге тарту күшіне кері болады. Бұл F үйкеліс күші болады екен. Үйкеліс күші мына жерде. Енді бізге мына үйкеліс күшін табуымыз керек бірінші жағдайдағы. Жалпы үйкеліс күшін, жалпы бізде осы суретке байланысты формула жазайық. Қарап тұрсаңдар, F үйкеліс күші тарту күшіне қарама қарсы бағытта. F үйкеліс күші бізде тең болады. Так, F тарту күші азайтамыз F үйкеліс күшіне. Ол бізде 0-ге тең болады. Сонда F тарту күші тең болады F үйкеліс күшіне екен. Енді F үйкеліс күшін табайық. Үйкеліс күші ол бізде μ mg мен табылады. Μ дегеніміз бізде 0,25, көбейту m бізде 0,5, көбейту 10. Сонда жауабы 1,25 ньютон шығады екен. Енді А жағдайын қарастырамыз. А жағдайында бізде үйкеліс, F бізде А жағдайында неге тең? 0,5-ге тең. Енді қарайық, бізде F тарту күші үйкеліс күшінен кіші болып тұр. F үйкеліс күшінен кіші болып тұр екен. Егер де F үйкеліс күшінен кіші болатын болса, тарту күші, онда ол тыныштықта тұрады. Дене, то есть қозғалмайды. Үйкеліс күші ол үлкен болғаннан кейін. Сол үшін бізде үйкеліс күшін А жағдайында тарту күшіне тең деп аламыз. Сонда 0,5 ньютон деп алады екенбіз. Яғни үйкеліс күші F тарту күшіне тең болады. Осы жауап болады. А жағдайында F тарту күші, қарап тұрсаңдар, бізде 5 ньютон, ол үлкен болған. Үлкен деген сөз F үйкеліс күшінен. Яғни мына жерде 1,25 ньютон үйкеліс күші шықты ғой. Содан 5 үлкен болып тұр. Сол үшін тартылыс күші үлкен болғаннан кейін бізде үйкеліс күші 0,25-ті алады екенбіз. Үйкеліс күші өзі қалады, то есть 1,25 ньютон деп алады екенбіз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырсаңыздар болады. Есеп шығарайық. Бізде массасы 100 кг жәшікті арқанның көмегімен еденде бір қалыпты қозғалтайық. Арқан еденмен 60 градус бұрыш жасайды дейді. Жәшік пен еден арасында үйкеліс коэффициенті 0,4. Арқанның керілу күшін таны табуымыз керек. Енді бізде мына жерде денеге күштерді жазайық. Бізде F бар. Мына жерде F үйкеліс күші. Бізде F үйкеліс күші болады. Үйкеліс күші төменге қарай mg болады. Ауырлық күші, және де керісінше тең әсерлі күш болады n. Және де мына жақта бізде 60 градус жасаған. Бізде x еден деп алатын болсақ, мына жерде 60 градус жасайды. Бұл бізде керілу күші. Мына жер x деп алайық. Және де енді осы күштерге байланысты бірінші y үшін проекция жазып алайық. Y дегеніміз мына бөлігі, бізде мысалы мына жақта график салсақ, мынау бізде y бөлігі, мынау x бөлігі болып табылады. Сол үшін біз мынау вертикаль бағыттағы әсер етіп жатқан күштерді бірінші жазып аламыз. Ол бізде n, ауырлық күші mg азайтылады, өйткені бір-біріне қарама қарсы, және де қосамыз. Т керілу күшінің проекциясы мына жақта болады. Т y, бұл бізде y болғаннан кейін синуспен жазылады. Бұрышпен істеп тұр ғой, күшті тартып тұр ғой. Сол үшін Т синус альфа болады. Осының барлығы 0-ге тең болады. Осы жерден n-ді тауып алайық. N тең болады. mg азайту Т синус альфа. Енді x үшін жазамыз. X проекция үшін жазсақ, бізде мына жақта міне тұрады. X мынау бөлік. Яғни F үйкеліс. Бірінші мына жерде керілу күшін жазамыз. Бұны уже мына жаққа түседі. Т y болады. Т x болады. Т x бізде косинуспен жазылады. Т косинус альфа азайту F үйкеліс тең болады 0-ге. Енді бізде үйкеліс күшінің формуласы ол үйкеліс коэффициенті мен n-нің көбейтіндісіне тең. Енді осы жерде мынау n-нің орнына мынау біздің тапқан формуланы қоямыз. Сонда Т косинус альфа азайтамыз. Мю жақшаның ішіне мынау n жазамыз. Енді n бізде мынауған тең mg
азайту т синус альфаға тең болады екен, тең 0-ге. Енді осыны ықшамдайық, мына жақшаны ашамыз, солай ықшамдап шығарамыз. Так, жақшаны ашатын болсақ, т косинус альфа азайту мю mg қосамыз мю т синус альфа тең 0-ге. Тыны жақшаны сыртына шығарып жүрсек, бізде косинус альфа қосу мю синус альфа шығады. Мынау мю mg-ді жақшаның мына бетіне, теңдікті мына бетіне шығарамыз, сонда мю mg қалады. Енді тыны табамыз осы формуладан. Т тең болады мю mg бөлеміз косинус альфа қосу мю синус альфаға тең екен. Енді осыған мәндерді қоямыз. Мю бізде 0,4-ге тең, 0,4 көбейту массасы 100 кг, көбейту g-ді 10 деп аламыз. 10 так бөлеміз. Косинус 60 градус, ол бізде 0,5-ге тең. Синус 60 градусымыз, ол тұбырасты 3-те 2-ге тең екен. Сонда мына жерде 0,5 жазамыз, 0,5 қосамыз, мю бізде 0,4-те 0,4 тұбырасты 3 бөлінген 2. Енді осыны ықшамдайық. Жақта 400 қалады, бөлеміз 0,85 қалады екен. Тең осыны енді 400-ді 0,85-ге бөлеміз. Шамамен 471 ньютон шығады екен. Жауабы мына жақта бізде қате. Жауабы осылай шығады. Үшінші есепті шығарамыз. Горизонталь тақта жүк жатыр. Жүк пен тақта арасында үйкеліс коэффициенті 0,5. Жүк тақтадан сырғып түсу үшін ең кіші үдеуімен қандай үдеумен тарту қажет? Яғни бізде аны табуымыз керек. Бірінші мынау бізде дене берсін, жүк. Осыған күштердің әсерін жазайық, сызбалайық. Бірінші бізде мына жақта ауырлық күші, mg әсер етеді. Оған қарама қарсы тіректің реакция күші деген бар, n. Енді үйкеліс күші ол артқа қарай тартады, f үйкеліс күші. Және де мына жақта бізде ma күшпен бізде тартып жатыр. Енді осы күштердің қатынастарын жазамыз, яғни бірінші x үшін жазып алайық, x проекция үшін жазайық. Біз білеміз, что бізде мынандай график болатын болса, мына жақ x, мына жақ y. Енді бізде мынау x өзінде жатқан күштерді жазамыз. Ол бізде үйкеліс күші және мына тарту күші. Сонда екеуі бір-біріне қарама қарсы бағытта болғандықтан f үйкеліс күші ол азайтамыз ma тең 0-ге. Және де f үйкеліс күші сонда бізде ma-ға тең болып тұр деген сөз. Енді мына жерде y үшін жазамыз. Y үшін ол жерде бізде n бар, реакция күші, тіректің n, азайтамыз mg тең 0-ге. Осы жерден n-діміз бізде mg-ға тең болады екен. Енді осы екі күштерді біріктірейік. Бізде үйкеліс күшінің формуласы ол f үйкеліс күшінің формуласы ол мю n-ге тең. Енді осыны мына формулаға әкеліп қоямыз. Сонда мю n тең болады ma-ға. Енді мына жерде y өсі үшін біз мына жерде mg деп алдық, n-ді. Сосын n-ді соның орнына қоямыз. Сонда мю көбейтеміз mg тең ma-ға. Енді массалар қысқарады. Сонда бізде қалады екен a тең мю g-ға. Енді орнына қойып шығамыз. Мю бізде қаншаға тең болады? Мюміз 0,5 көбейтеміз g бізде 10-ға тең болады 5 метр секунд квадрат. Сонда жауабы бізде 5 метр секунд квадратқа тең екен. Есеп шығарамыз. Бірінші біз суретін салып алайық. Так, екі дене үшін сурет салып аламыз. Бірінші мынау 1 килограммдық дене, мынау 2 килограммдық дене екен. 1 килограммдық денеге бірінші mg күш әсер етеді. mg күш, мына жақта реакция күші, n, мына жақтан үйкеліс күші, f үйкеліс күші, мына жақта керілу күші екен, жүктің керілу күші Т1. Екінші күш үшін бізде тоже сондай, мына жақта m1 деп айтамыз, мына жақта 1 n1, m2g, яғни ауырлық күші, мына жақта реакция күші n2, мына жақта бізде тарту күші бар, f, тарту күші, мына жерде Т2, керілу күші Т2. Енді осы екі дене үшін жеке біз формулаларды жазып алайық, күштерді жазып алайық. Так, бірінші дене үшін бастаймыз. Так, бірінші денеде бізде x үшін тең болады. X-те бізде мына жақта тартылу күші бар, Т1, азайтамыз f үйкеліс күші тең болады ma, өйткені ол қозғалып жатыр, m1 аға тең болады екен. Енді y үшін жазайық. Y үшін бізде n, мына жерде y өсіндегі n, азайтамыз m1g, ол бізде 0-ге тең болады. Осы жерден n-ді тапсақ, бұл бізде m1g-ға тең екен. Енді формулаларды біріктіреміз, екі формуланы. Бізде Т1-іміз
Т1 азайтамыз, екеуліс күшінің формуласын жазамыз, ол мю 1 n1-ге тең, n1-ге тең. Мына жерде 1 ғой, бірінші дене үшін n1-ге тең. Тең болады m1 тең болады m1 a1. Мына формуланы біз қазір не қылып жатырмыз, түрлендіріп жатырмыз. Енді Т1 бізде тең болады мю 1, азайтамыз мю 1, n1-дің орнына m1 g-ді қоямыз, n1-дің орнына. Сонда m1 g болады екен. Мына жерде тоже 1 тең m1 a. Енді осы жерден Т1-ді табамыз. Т1-іміз тең болады m1 a қосу мю mg, енді 1. Енді мәндерін орнына қояйық. Т1-іміз бізде тең m1-дің орнына 1-ді қоямыз, 1 көбейту a қосу мю бізде бірінші үшін 0,2-ге тең, 0,2, масса бізде 1-ге тең, g бізде 10-ға тең. Сонда бізде Т тең болады a қосылған 2. Осыны біз қоршап қоямыз. Қазір екінші дене үшін формула жазған кезінде бізге керек болады. Енді екінші дене үшін жазамыз. Былай бөліп қоямын таспас үшін. Екінші дене үшін, мына дене үшін жазамыз қазір. X өсінде F тарту күші бар. F тарту күші азайтамыз Т2, мынауын кері пропорционал. Азайтамыз F екеуліс күші тең болады m2 аға. Енді Y үшін жазайық. Y бізде n1, n2, то есть n2 азайтамыз m2 g тең 0-ге. Осы жерден n2-міз бізде m2 g-ға тең болады екен. Мына екі жаңағыдай күш. Енді x үшін, y үшін теңдеулерді біріктіреміз. F тартылыс күші азайтамыз Т2, азайтамыз екеуліс күшінің формуласын жазамыз. Мю n2, мю 2 n2 болады тең m2 аға. Енді F тартылыс күші азайту Т2, азайту мю 2, n-ның орнына мына формуланы қоямыз. Сонда m2 g тең m2 аға. Енді осыны табамыз. Т2 бізде тең болады F-ті азайтамыз мю 2 m2 g азайтамыз m2 аға. Енді Т2-ні тауып аламыз, мәндерін қояйық. F бізде 17-ге тең, азайтамыз мю 2 бізде 0,23, көбейтеміз m2 2-ге тең, g 10-ға тең, азайтамыз m2 2-ге тең, көбейту а. Т2-міз бізде тең болады 11 азайту 2 аға. Мен осыны қоршап қоямын, қазір үшінші теңдеуде қолданамыз. Енді бізде Т2 мен Т1 мен Т2 бізде тең болады, өйткені бір арқан. Енді Т1 бізде а плюс 2 шықты ғой, мына бірінші формула, мына бізде екінші формула. Мынаны екеуін теңестіреміз. Сонда тең болады 11 минус 2 аға. Енді мына жерде сонда 3а, аны мына жаққа шығарамыз. Азайту 9 а тең болады 3 метр секундқа. Жауабы осы. Арқан берілген. Ол денеге бір затқа салбырап тұр. Осылай. Енді осы арқанды жақтан бір затты жазып қойын, салып қойын, то есть былай. Заттың бір заттың үстінде тұр. Енді мына жерден біз бірінші арқанға түсіретін, екі бөлігіне түсіретін күштерді белгілеп алуымыз керек. Бірінші мына жақта екеуліс күші болады. Мына жаққа қарай бізде екеуліс күші болады. F екеуліс күші. Мына жақта төменге қарай mg, жоғары қарай n реакция күші. Мына жақта бізде Т1. Ал мынау екінші салбырап тұрған жақта бізде mg күш болады. Мына жақта, мына жағында Т2 күші болады екен. Керілу күші. Енді бізде берілгені бойынша L1 и L2, екі жақтың ұзындығы мынаны L2, мынаны L1 деп алайық. L2, мынау L1. L1-ді 0,54 деп аламыз, 54 L, мынаны 0,46 L болады екен. Енді жеке-жеке мына бөлікке бөлек, мына бөлікке бөлек күштерді жазып алады екенбіз. Бірінші бөлік, мына бөлігі, жоғарыдағы бөлікті жазайық. Жоғарыдағы бөлікте X проекциясында Т1 азайту F екеуліс тең 0-ге болады. Осы жерден енді Y үшін жазамыз. Y үшін N азайту M1 G тең 0 болады екен. Енді N-ді тапқанда M1 G болады. Енді орнына мына жақта қоямыз. Сонда Т1 азайтамыз F екеулістің орнына лямбда M1 G-ді қойсақ болады. Тең 0-ге. Енді бізде масса жоқ. Массаны біз көлеммен есептеп алсақ болады. Бізде ро В-ға тең екен. В-ның дегеніміз ол S көбейтілген L. Мынау арқанның көлемі S көбейтілген L мен есептелінеді екен.
енді l 1 болады. Так, енді t1 азайту мю, m-нің орнына мынаны жазамыз. Ро s, l1-дің орнына мынаны жазсақ болады. 0,54-ге 0,54 l көбейту g тең 0-ге. Енді қарайықшы, мынадан сұрақ болуы мүмкін, мына 0,54 қайдан шықты деген. Өйткені мына жақта 46%, мына жер 46% болып есептеледі. Қалған процент, яғни 100%-тен 100% деп алатын болсақ, мына жіпті одан 46% азайтатын болсақ, онда 54% қалады. Ал 54% дегеніміз ол мынаны білдіреді, 0,54 l-ді білдіреді. Общийдан 0,54% ол жоғарыда тұр. Енді осы жерден t1-ді табамыз. T1-іміз ол бізде тең болады екен мю ро s көбейтілген 0,54 l g-ға. Осыны қоршап қоямын. Енді екінші салбыраған бөлікке жазамыз. Салбыраған бөлік үшін жазамыз, мына бөлік үшін. Екінші жағдайдағы бұл жерде бізде x проекция жоқ, өйткені бұл горизонталь жоқ, вертикаль ғана күштер әсер етіп жатыр. Сонда бізде t2 азайту m2g деген екі ғана күш әсер етіп тұр мына жерде, t2 мен mg. Енді t2-ні тапқан кезінде бізде m2g болады екен. Массаны дәл осындай болып есептейміз. Мына жердегідей массаны ро деп аламыз. Сонда бізде қалады екен t2 тең m-нің орнына ро көбейту s көбейтілген, уже ұзындыққа 0,46 деген жазамыз, l2-ға, 0,46 көбейтілген l көбейтілген g. Осы қалады. Енді бізде бір арқан болғандықтан, мынау t1 мен t2 ол тең болады. T1 бізде t2-ге тең болады. Сол үшін мынау екі формуланы теңестіреміз. Сонда бізде қалады екен мю ро s көбейту 0,54 l көбейту g тең болады ро s көбейту 0,46 көбейту g. L бар, l көбейту g. Енді мына жақта мынау қысқарады, мынау кетеді, мынау бәрі кетеді. Сонда мю қалады, мю тең болады екен 0,46 бөлінген 0,54. Бұл бізде тең болады 0,85-ге. 0,85-ге. Сонда жауабы осы болады. Так, алтыншы есепті шығарамыз. Бізде дойбы тас көлбеулік бұрышы 30 градус болатын көлбеу жазықтық пен жоғары қарай қозғалады. Яғни мына бірінші жазықтық бізде жоғары қарай қозғалып жатқан. Мына жерде так жоғары деп жазып, мынау жоғары қозғалады. Мына жер бізде 30 градус. Енді мына жердегі нелерді біз бірінші салайық, күштерді саламыз бізге. То есть мына жер 30 градус деп айтып жатыр. Енді біраз уақыттан соң ол тоқтап төмен қарай сырғанайды. Мынау екінші суретте бұл төмен қарай сырғанап жатыр. Мына жер тоже 30 градус, бұл төмен қарай сырғанап жатыр. Енді бізге түсу уақыты көтерілу уақытынан 1,5 есе артық дейді. Түсу уақыты көтерілу уақытынан 1,5 есе. Енді бізге үйкеліс коэффициентін табуымыз керек. Так, енді бірінші біз күштерді сызып алайық. Бірінші мына жақта бізде үйкеліс күші біріншінде жоғары қарай кетіп бара жатқандықтан мына жаққа қарай, төбеге қарай үйкеліс күші керісінше мына жақта болады. Так, f үйкеліс күші болады. Мына жерде бізде, так, мынандай сақ, мына жерде бізде mg болады. mg, мына жақта келіп n болады, тең әсерлік күш. Осылай болады. Енді төменге қарай кетіп бара жатыр. Одан кейін ол кезінде үйкеліс күші бізде мына жаққа қарай болады. F үйкеліс күші. Так, мына жерде mg болады. mg және де мына жақта n болады екен. Енді осы екі жағдайға біз формулаларды жазайық. Так, бірінші жағдайда, яғни мына жерде жоғары қарай көтеріп келе жатқанда, жүріп келе жатыр, күшпен m1 мен жүріп келе жатыр. То есть массалары бірде ғой, бір зат болғаннан кейін бізде тек қана үдеулері әртүрлі болады, m1. Енді x проекция үшін бізде f үйкеліс қосу mg бізде бұрышпен болғаннан кейін синус болады. Бұрышпен қозғалып келе жатқаннан кейін бізде синус альфа тең болады m1. Бұл бізде жоғары қарай көлбеу жазықтықта қозғалғаннан кейін m1-ге тең болады екен. Енді y үшін бізде екі күш бар, бірақ мынау mg-дің проекциясы бізде косинуспен жазылады, яғни минус mg косинус альфа болады екен, тең 0-ге. Енді осы жерде n-ді тапсақ, ол бізде mg косинус альфаға тең. Енді мынау n-ді үйкеліс күшінің формуласына қоямыз. То есть үйкеліс күшінің формуласы бізде ол тең болады мю n-ге ғой. Енді осы n-нің орнына мына формуланы қойып, мю mg, так, mg косинус альфа қосамыз mg синус альфа тең болады m1-ге. Енді барлығында массалар жақшаны сыртына шығарып жіберетін болсақ, олар массалар қысқарады, өйткені бір зат барлығында бірдей массасы. Сонда мю косинус альфа қосамыз g, мына жерде g бар еще. G көбейту бар. G синус альфа тең a1-ге екен. Енді бірден осы жерге мәндерін қойып ақшамдасақ, сонда мынау мю жазамыз, көбейту 10 косинус
Так, косинус 30 градусымыз бізде түп асты 3-те 2-ге тең екен. Синус 30 градусымыз ол бізде 2-де 1-ге тең. Енді осы мәндерін қоямыз. Косинус 30 градус бізде түп асты 3-те 2-ге тең. Қосамыз 10 көбейтуіміз 1-де 2 тең А1-ге. Қысқартамыз. Мына жақтан мына жақ қысқарады. Сонда бізде қалады 5 түп асты 3 мю қосамыз 5 тең А1-ге. Енді осыны мен қошап қоямын. Қазір екінші жағдай екеуін байланыстырып формула құрамыз. Так, екінші жағдайда мына жерге жазам. Так, мынау екінші жағдайда, яғни төмен қарай бағытталады. Ол кезде бізде x проекцияда mg синус альфа азайту f үйкеліс өткені керісінше кетті, тең ма2 болады екен. То есть мына жаққа қарай ол кетіп бара жатыр, ма2 мен. Енді y-те бізде n минус mg косинус альфа тең 0-ге екен. Сонда n-ді табатын болсақ, бізде mg косинус альфа болады. Енді мына жақта үйкеліс күшінің орнына мынаны қоямыз. Сонда мына формула арқылы мюді жазамыз да. Сонда бізде mg синус альфа азайтамыз мю mg косинус альфа тең ма2. Массаларын бәрін қысқартамыз мына жақта. Сонда қалады g синус альфа минус мю g косинус альфа тең А2-ге. Енді тоже ықшамдап алайық. Мына жерде 10 көбейту 1-де 2 синус альфа, яғни синус 30 градус. Азайтамыз мю көбейту 10 көбейту түп асты 3-те 2 косинус 30 градуста тең А2. Яқтар қысқарады. Сонда бізде 5 азайту 5 түп асты 3 мю тең А2 қалады екен. Так, енді осыны қоршап қояйық. Қазір екеуін байланыстырамыз. Енді бізде екі денеде бастапқы жылдамдық 0 деп аламыз. В нолевой тең 0-ге, екеуінің де жүрген жолын есептейік. S тең болады А Т квадрат бөлінген 2А1, Т квадрат бөлінген 2 болады. Бұл бізде мұны жоғары қарай көтеріліп атқан кезінде, жоғары қарай көтерілген кезіндегісі. Енді екіншісі S 2 төменге қарай түскен кезінде. Мына жақта 1 деп қояйық. Ол бізде А2 Т-ның орнына мынаны қоямыз, 1,5, 1,5 Т көтерілу квадраты бөлінген 2. Сонда бізде Т1 мен Т2 бізде тең болады. S1 мен бізде S2 тең. Өйткені олар бірде қашықтықта, бір зат қой, бірде қашықтықта жүріп отыр. Так, сонда мына екі S-терді теңестіреміз бірінші. Так, мына жерде бірінші жазып қойын. А2 бізде көбейту 2,25 Т бөлінген 2. Енді мына бөлікпен, мына S2 мен S1-ді теңестірейік. Так, сонда қалады бізде А1 Т квадрат тең А2 көбейту 2,25 Т квадрат. Мына жерде квадрат бар. Енді мына жерден екілерді итак кетеді и мынау уақыттар кетеді. Сонда бізде А1 тең болады 2,25 А2-ге тең болады екен. Енді осы бізде үшінші формула. Енді мынау үшінші формулаға мына екі формуланы, мынау бірінші дейік, мына екінші деге осы екі формуланы әкеліп қоямыз. Сөйтіп есепті ықшамдаймыз. Енді оны мен мына жаққа жазайын. Мына бәрі сыймай қалды ғой. Так, енді мына жаққа жазамыз. А1 бізде мынаған тең, 5 түп асты 3, бірден 5-ті былай шығарып жіберейік. 5 шығады. Мына жағында түп асты 3 мю қосу 1 қалады. Тең болады 5-ті шығарып жібереміз. Көбейту 2,25 бар өзінің. Мынаның А2-ні мына жерге қоямыз. Сонда 1 азайту түп асты 3 мю қалады екен. Енді 5-тер кетеді. Мына жерде ықшамдайтын болсақ, түп асты 3 мю қосу 1 тең, мына екеуін көбейтесін 2,25 азайту 2,25 түп асты 3 мю қалады екен. Енді мына 2,25 түп асты 3 мюді мына жаққа жіберетін болсақ, бізде 3 түп асты 3,25 түп асты 3 мю қалады екен. Ол бізде тең болады, мынау плюс 1-ді мына жаққа жіберсек, минус 1 болып барады, сонда 1,25 қалады екен. Енді мюді табу үшін 1,25-ті бөлеміз 3 түп асты 25 түп асты 3-ге. Сонда бізде жоқ шамамен 0,2 шығады екен. Есеп шығарайық. Бізде массасы 2 кг тақтай тегіс горизонталь үстелдің үстінде жатыр. Бізде мына жерде үстел бар. Так. Мына жерде үстел бар екен бізде. Мына тақтай үстелдің үстінде жатыр. Так, үстелдің үстінде жатыр. Тақтайдың үстінде массасы 1 кг білеуше бар. Мына бізде білеуше дейік. Мына тақтайдың массасы 2 кг. Былай
келеді. Енді тақтай мен білеушенің арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,2 иә. Білеушеге тақтайға параллель сыртқы күш әсер етеді. F ол бізде бета т заңына сәйкес келеді. Бетаның мәні белгілі. Енді бізге қанша уақытта кейін білеуше тақтайдың үстінде сырғанайды деп тыны табуымыз керек. Шешуі. Так, бірінші бізде мына жақта күштерді не қылып алайық. Қандай күштер әсер етеді, соны жазып аламыз. Бірінші мына жерде мына денеге бізде мына жақтан үйкеліс күші әсер етеді. F үйкеліс күші, мына жаққа F күші әсер етеді. F тарту күші, иә. Одан кейін мына жақтан төменге қарай mg әсер етеді. Жоғары қарай тең әсерлік, яғни n күш әсер етеді екен. Енді осы жерде біз мынау күш үшін, бірінші дене үшін, яғни білеуші үшін жазып аламыз формулаларды x проекциясында. Ол бізде F, мынау күш F, иә, оған қарсы F үйкеліс күші бар. Үйкеліс күші ол тең болады m2a-ға. Өйткені мынау m2 ғой, мынау білеуші үстіндегі массасы. Сол a бірде өткені екеуі бірдей қозғалады. Сол кезінде a1 мен бізде a2 тең, иә, оны біз a деп ала берсек болады. Сол үшін мен мына жерге a деп кетейін, чтобы шатаспас үшін, иә. Енді n бізде енді екінші y проекциясы үшін бізде n и mg несі бар, иә. n азайту mg тең 0-ге. Осы жерден n-ді табамыз, ол бізде mg-ға тең. Енді мына формуланы әкеліп қоямыз. Сонда f тең болады, f азайту f үйкелістікі мю, так, мю көбейту mg тең m2a, иә. Мына жерде 2 бар, 2 массасы екінші. Енді осы жерден аны табайық. Так, амыз бізде тең болады f азайту мю m2g бөлінген m2. Енді мәнден орнына қояйық. Сол кезінде бізде a тең болады f азайту мюдің орнында бізде 0,2 көбейту масса 2 ол 1 көбейту 10 бөлінген 1, иә. Сонда бізде қалады f азайту 2 деген. Енді сонда амыз бізде тең болады f азайту 2-ге. Осыны белгілеп қоямын қоршап. Бұл бізде бірінші формула дейік. Енді екінші дене үшін, мынау білеуші үшін. Енді екіншісі ол бізде мынау астында тақтай үшін жасаймыз. Тақтай үшін формула жазамыз. Так, ол кезде F үйкеліс күші бізде тең болады m1a2-ге. То есть мына жердегі үйкеліс күші m1a2-ге өйткені ол қозғалып бара жатыр ғой. Сонда мю m2g ол тең болады екен m1a2-ге. То есть мынау үйкеліс күші, мына жақтағы үйкеліс күшімен екеуінікі бірдей, иә. Сол үшін екеуінің арасында болып жатқандықтан сол үйкеліс күшіне теңестіріп аламыз. Енді осы жерден a2-ні мен a деп ала беремін дедім, өйткені екеуі тең. Сондықтан a-ны аламыз, a бізде тең болады екен мю m2g бөлінген m1-ге. Енді осыны есептейік. Мю бізде 0,2-ге тең, 0,2 көбейту масса 1 көбейту 10 бөлінген 2, иә. Сонда бізде қалады 1 қалады екен. Енді ары қарай мына жердегі мына жерде a мен мынау аны теңестіреміз. A1 шықты бізде, иә. Бұл бізде 2 деп алайық. Енді үшінші мынау 2 аны теңестіреміз. Мына жерде шыққан аны и мына жерде аны. Сонда бізде f азайту 2 тең 1 қалады екен. F бізде 3-ге тең, иә. F-тің мәні мынау заңдылық бойынша анықталады, иә. Ол белгіленді бар. Сонда бета көбейту т тең 3-ге екен. Осы жерден т-ны табатын болсақ, 3-ті бетаның мәні 1,5, иә. 1,5 ол бізде 2-ге тең екен секунд. Соның жауабы 2 секунд. Есеп шығарайық. 8-ші есеп. Желсіз күні жауған жаңбыр тамшысының қандай да бір үдеуі 5 метр секунд квадрат, жылдамдығы 6 метр секунд дейді. Яғни бізге үдеу берілген және бастапқы жылдамдық берілген. Осындай тамшы берілген, жерге жақындағанда тамшының жылдамдығы тұрақты, ауаның кедергі күші тамшы жылдамдығына тура пропорционал деп алып, жылдамдықтың модулін табыңдар дейді. Мына жерде v' деп алайық. Так, v' деп аламыз. Енді мына жерде мынау тамшы болатын болса, мына тамшыға қандай күштер әсер етеді? Бірінші мына жақта F керілу күші болады екен. Екіншісі төменге қарай mg күші әсер етеді. Енді бірінші жағдайда ол бастапқы жылдамдықпен төмен түседі. Сол жағдайға біз теңдеу жазайық. Бірінші мына екі күшке байланысты. Так, mg бұл қозғалып келатқандықтан минус fk ma болады. Енді осы жерде бізде fk-мыз ол v көбейту k коэффициентке тең болады. Енді осы fk-ны мына жерге орнына қоямыз. Сонда mg минус v нолевой, мына жерде бастапқы жылдамдықпен жүрді ғой, өйткені k тең ma. Так, осы жерден біз k-ны табайық. K бізде тең болады mg азайту ma бөлінген v нолевой, иә. Немесе m-ді жақшаны сыртына шығарып жіберіп, мына жерге мәндерді қойсақ, мысалы 10 болады, мына жерде g-дікі азайтамыз, a-нікі 5 бөлінген v нолевой бізде 6, иә. Сонда бізде жауабы 5m бөлінген 6 қалады екен.
сонда k тең 5m бөлінген 6. Осыны қоршап қоямыз. Так, енді екінші жағдайда жерге жақындағанда тамшының жылдамдығы тұрақты дейді, яғни жерге жақындаған кезіндегісі. Бұл кезде бізде v constant дейді. V constant. Так, осы жердегі екінші жағдайға енді теңдеулерді жазамыз. Бізде mg азайту fk тең 0 болады, өйткені ол v жылдамдық тұрақты болып тұр. Сонда мына жерде mg сәйкесінше мынау fk-мыз бізде v штрих k болады екен, тең 0-ге. Осы жерден енді так, осы жерден v-ны табамыз, мына v штрихты. V штрих бізде тең болады mg бөлінген k. Енді мына k-ның орнына мына мәнді қоямыз. Сонда v штрих тең болады mg бөлінген k-ның орнына 5m, мынау астында тұрған түбеге барады, бөлінген кезінде түбе 6 болып барады. Тең болады, массалар кетеді. Так, сонда g-дің орнына 10 қоямыз, көбейтеміз 6, бөлеміз 5-ге. Мына екеуі қысқарады, мына жерде 2 қалады. Сонда тең болады 12 метр секунд. В бізде 12 метр секунд болады екен штрих.